Ассалаумағалейкум, қалайсыздар, амансыздар ма? Кеше характер туралы тікелей эфирге шықтық. Характер туралы біраз әңгіме айттық. Оны мен кім көре алмады YouTube каналға сақтап қойдым. Күн сайын бір тақырыпты талқылап отырамыз, достар. Бүгін шешім қабылдау туралы талқылаймыз. Оны мен сабақта айтқам. Өте бір керемет, өзім өте жақсы көретін, өте жақсы сезінген дүниені әңгіме қыламыз. Шешім қабылдау, шешім қабылдау деген не, шешімді қалай қабылдайды деген сабаққа қатысқан адамдар біледі. Саламатсыздар ма, қалайсыздар? Қалдарыңыз қалай, жақсы ма бәрі? Бірден бастай берейік па? Қалдарыңыз қалай, не істеп жатсыздар? Сабаққа қатысқандарыңыз болса қалай болып жатыр? Күндік стандартты белгіледіңіздер ма, чек-листі толтырдыңыздар ма? Сонымен өзіңізде бар категорияларды анықтадыңыздар ма? Сонымен қатар өзіңізде бар категорияларды қолға алып кірісіп жатсыздар ма? Алла қаласа бұл дамудың ең тиімді, ең үздік формуласы деген сабақты 2 айлық, тіпті 3 айлық сондай бағдарлама қылып алдағы уақытта жасаймын. Сіздерге 35 категория бердім ғой. Алдағы уақытта біраз категориялар бар, оны мен көп болып кетеді, кіргізген жоқпыз. Біраз әлі қосатын дүниелер өте көп. Сол, достар, Жанар, қалайсыз, амансыз ба, саламатсыз ба дейді. Қалыңыз қалай, жақсы ма бәрі? Сабақты көріп жатсыз ба, жоқ көрмей жатсыз ба? Қалай болып жатыр, бәрі аман есен ба? Бүгін шешім қабылдау туралы әңгіме айтамыз. Шешім қабылдау. Енді шешім қабылдау дегеніміз не, қалай? Енді шешім қабылдау дегенді әркім әртүрлі түсінеді ғой. Шешім қабылдаған кезде не болады, не істейміз, қараңыздар. Қазір мен сабақта бұны, нешінші сабақта 5 тема айттық қой деймін, осы шешім қабылдауға байланысты. Ассалаумағалейкум, Нұреке, қалайсыздар? Шешім қабылдауға байланысты қазір біраз қосылбасын адамдар, қызық болады, жарайды. Жақсы, ең бастысы сақтап қоям, қазір қайтадан комментарийді қосып отырам. Қараңыз, шешім қабылдаған кезде сабақты көрсеңіздер, енді кейбір нәрселер қайталану мүмкін, бірақ сабақта айтылмаған біраз дүниелерді қазір айтып берейін сіздерге. Мақсатын, арманын, миссиясына қалай бару, жету жолын білмеген адамдар шешім қабылдай алмайды. Яғни бұл дегеніміз күнделікті мен тамақ ішемін, ұйықтаймын, тұрам деген сияқты әртүрлі қысқа мерзімді шешімдер емес, шын мәніндегі өмірлік үлкен шешіміне, мақсатына жетем деген нәрсесіне шын мәнінде жетуге шешім қабылдау. Бұл былай айтқан кезде сол жолда сенің арман мақсатыңа жететін жолыңа, миссияңа қарай бару, яғни қалай баратындығын, қалай жететіндігін егер анық білмесең, дұрыс шешім қабылдай алмайсың. Яғни қиындықтардан бас тартасың, қиындықтар келген кезде жолыңнан тайып кетесің, қиындықтар келген кезде шын мәнінде қиналасың. Ал шешім қабылдаған адам ешқашан қиналмайды. Мен осы соңғы жылда қиындықтан ләззат алатын болдым. Мен айттым ғой, каждый раз как первый раз деп. Сен әйеліңменен болған сайын бір рет болғаннан кейін қойшы енді қайтадан қосылмаймыз деп айтпайсыздар ғой. Сол сияқты каждый раз как первый раз шешім қабылдаған кезде адам не істейді? Әрбір ләззаттан, әрбір қиындықтан ләззат алатын болады. Әрбір қиындықтан. Енді қараңыздар, мынандай нәрсе бар, өте маңызды, мен өзім сезінген. Міне 2,5 жыл болды мен өзімнің өмірлік мақсатымды, стратегиямды жазып келе жатқан. 20 күні басталатын сабақта мен 2 күндік стратегияны үйретем, алла қаласа. 2 күн сабақ болады дегенім ғой. Өмірлік стратегияны қалай құрады? Оны мен сіздерге бірден сол 2 айдың ішінде құрып бере алмаймын. Бір полный, бір айтқанда шаблонын жасап, түгел бағытын берем. Ал ол кем дегенде упорно жұмыс жасасаңыздар 1,5-1 жыл жұмыс уақыт алатындығына мен сенімдімін. Бірақ өмірлік мақсаттарыңыз айқындалады содан кейін. Енді мынаны жазып алсаңыздар болады. Білімнің таяздығы мен кемеңгерлік, яғни білімнің таяздығына немесе біліміңнің көптігіне байланысты шешім қабылдау, қабылдамау қалай болады деген мәселелердің барлығы ол түсінікті, да? Адам сенбейтін нәрсесін арман мақсаты етіп қоя алмайды. Мен сабақта айттым, сіздерге мынандай бір нәрсе айтып едім ғой. Тордағы құсқа қанаты кедергі жасайды деп. Ұшайын десе ұша алмайды. Өзінің арман мақсатының құрбанына айналатын адамдар бар. Өзі армандап кәсіпкер болам деген арманы бар.
бірақ соған инвестор тартып қарызға кіреді да, бұрынғы күніне зар болып, сынып, қолын бірақ сілтеп, отбасы да зардап шегіп, туған туысқаны да зардап шегіп, туыстық қатынас, достық қарым қатынас, ана баланс категориясын айтып едім ғой сіздерге. Барлығынан зардап шегеді да, өзінің ана арманы өзіне қастандық жасайды. Егер де сіз шешім қабылдамасаңыз. Ал шешім шын мәнінде қабылданған кезде, достар, ләззат, кайф. Ана каждый раз как первый раз. Әрбір сәтте, әрбір кезде ләззат алуға болады. Түсініңіздер ғой да, өте маңызды. Адам сенбейтін нәрсесін арманы етіп ала алмайды. Сондықтан бұл негізгі фундаментін айтып жатырмын. Қазір сіздерге талдап кішірек тереңірек түсіндіремін. Содан кейін мен мақсат миссия қойған кезде бір заңдылық қойдым да. Сенің мынандай нәрсе бар да, қараңыз, ойыңызға есте жақсы сақтап алыңыздар, жазып алыңыздар. Қашан адам сенеді, шын мәнінде адам сенеді. Мен оны қалай сезіндім? Адам қашан сенеді? Өзінің, былай айтқан кезде, өзінің арман мақсатына жететіндігіне қалай сенеді? Оған көмектесетін не? Егер де сенің арманың, мақсатың, сенің өзің алатын нәрсеңнен былай айтқанда көп болған кезде. Мысалы, мен неге өзім осындай үлкен тәлімгер болатындығыма мен сенем. Себебі мен бұл жолды бір ақша табудың негізгі бір көзі ретінде емес, шын мәнінде екі дүниелік бақытқа жететін, адамдарға жақсылық жасайтын өмірлік бір кредом, былай айтқан кезде миссиям ретінде алдым да. Сондықтан мен әрбір сабақ өткенде адамдар бір нәрседен болсын пайда алса, екі дүниеде, екі жаққа да өте пайдалы болады. Сол сияқты сіздің қалаған нәрсеңіз, арманыңыз, мақсатыңыз не істейді? Былай айтқан кезде өзіңізден көрі өзгелерге көбірек пайдасын тигізетін болса, біреулер арманына жеткін келе ма, өзіңнің мақсатыңа жеткін келе ма? Біреулерді арманына жеткіз, біреулерді арманына жеткіз, мақсатына жетуге көмектесу арқылы өзіңнің арманыңа, мақсатыңа былай айтқанда жетесің деген сөз. Содан кейін мынандай нәрсе бар. Орта деген нәрсе бар да, орта туралы мен көбірек тоқталмай-ақ қойын, оны сабақта айтқам, ол туралы көп айтуға болады. 50% негізі жетістік неге байланысты деп айттым. Мен қысқаша шолып жатырмын, содан сабақта айтпаған дүниелерді айтамын. Орта 50% біздің ғылыми зерттеу бойынша 50% біздің жетістікке жетуіміздің негізгі себебі 50% не болады? Ортаға байланысты болады, міндетті түрде ортаға. Сондықтан ортаны қалай таңдаймыз, оны тереңдетіп алдағы 20-сынан кейінгі сабақтар тереңдетіп айтамын. Сондықтан есіңізде болсын, жеңімпаздардың ортасында болыңыз. Шын мәнінде шешім қабылдаған адамдар сіздің айналаңызда болу керек. Бір нәрсені жазып алыңызшы. Сіздің күнделікті араласатын, сонымен сөйлесетін, ішіп жейтін адамдарыңыз, мысалы, бірге тамақ жейтін, күніне бір рет обед ішетін, күніне бір рет пікірлесетін, кемінде жұмыста бірге жүретін, өміріңнің жартысы немесе өмірің сол адаммен бірге өтіп жатқан адамдардың ішінде кем дегенде бір адам сіз сияқты дұрыс шешім қабылдаған адам болса, өте керемет. Мысалы, отбасында мен өзімнің әйелім, мысалы, өзі шешім қабылдаған адам ретінде мен білемін. Яғни дизайнер болғысы келеді халықаралық. Оған ол күдіктенбейді. Мысалы да, екеуміздің әңгімеміз осы тұрғысынан өте жақсы жарасады, бір-бірімізбен пікір алмаса аламыз. Өте бір-бірімізге былай айтқан кезде іштей шабыт бере аламыз да. Сондықтан сіздерде де арманыңыз, мақсатыңызға жеткіңіз келетін болса, қасыңыздағы досыңыз есіңізге сақтаңыз, құрбыңыз, өзіңіздің жігітіңіз, білмеймін, сіз ең көп жақын араласатын адамның осы сабақ арқылы, өзіңіздің түсінген дүниелеріңіз арқылы оның да арман мақсатын оятып, оның арман мақсатына қалаған жетем деген дүниесіне сендіруге көмектесіңіз. Бұл оған ғана пайдалы емес, сізге де өте пайдалы, өте пайдалы. Содан кейін мен қызық ретінде үнемі айтам, сен өзің арман мақсатыңа әйел адам деп айтам ғой, сен әйелім ба, әйел емеспін деп күдіктенбейсің дейді ғой, мен еркек адаммын. Мен еркек екендігіме, атымның салтанат екендігіне 100% мен күдіктенбеймін, сенем. Тура сол сияқты сіз де өзіңіздің арман мақсатыңызға солай не істеу керексіз, сіз сену керексіз. Бұл өте маңызды. Енді мен қазір сіздерге мен көп нәрсені былай айтқан жақсы көремін. Сөзбен ғана айту емес, адам көзбен жаттайды, мимен, құлақпен қабылдайды. Сондықтан көзбен, құлақпен осы екеуімен де берген былай айтқан кезде өте тиімді. Сіздерге әйтпесе бұл сөздерді бір слайд қылып жазып, негізі маған былай айтқан кезде осы әурешілік деп ойлау мүмкін көп адамдар. Енді қараңыздар, мынандай нәрсе бар, мен бұны сабақта айтқан жоқпын. Қараңыздар, шешім қабылдаудың
түрлері. Шешім қабылдаудың негізгі екі түрі бар. Қысқа мерзімді шешім қабылдау. Кез келген істе, былай айтқан кезде, кез келген істе, мысалы дәстүрлі традиционный жалпы қоғамдағы серый масса халықтың ішінде өмір сүріп жүріп, сол жалпы ортада шешім қабылданатын күнделікті шешім. Сіз қазір осы тікелей эфирге кірем дедіңіз, кірдіңіз, шешім қабылдадыңыз. Бұл да шешім. Сіз кедей болып қалдыңыз ба дейді, сол да сіздің шешіміңіз. Былай айтқан кезде сіздің таңдауыңыз, көрдіңіз ба? Яғни сіз кедей болуға, немесе сіз осы мемлекеттік жұмыс істеуге кез келген сәтте, әрбір сәтте біз шешім қабылдаймыз. Сондықтан бірінші қараңыз, дәстүрлі өмірде дұрыс немесе дұрыс емес шешім қабылдау бір сәттік. Мен оның туралы көбірек айтпаймын. Негізінен жаңағы біз екінші шешім қабылдау. Ұзақ мерзімді салмақты шешім. Айтып отырмын ғой, туа бітті арманынан туатын, мақсатынан, бала кезінен актер болғысы келеді, әнші болғысы келеді, кәсіпкер болғысы келеді. Ұлы мұратты арқалаған сондай арман жолындағы шешім. Көп адам бір үлкен өмірге келеді, қыздар әсіресе, ер адамдар болса да, тұрмыс құрған, айтайын дегенім, көбі тұрмысқа шыққан кезде, үйленген кезде, өмірдің нағыз күйбең тіршілігі басталған кезде өзінің арман мақсаттарын мұта бастайды. Ал өзіңнің арман мақсатыңды мұта бастау сенің энергияңның азаяды. Мысалы, сен өмір бала кезден армандаған арманыңнан бас тартып, немесе соны мұтқан кезде адамның, былай айтқанда, бір ішкі рухынан бір қанатты жұлып алған сияқты болады екен. Мен оны четко сезіндім. Энергияңыз, сіздің рухыңыз, сіздің біліміңіз, сіздің алға ұмтылысыңыз, энергетикаңыз, мына жүзіңіздегі нұрыңыз даже азайып қалады екен. Қараңызшы. Менде сондай кез болды. Мен жаңағындай қарызға кіріп кетіп, неше түрлі жаман сөздерді естіп, сондай қиындықтар болған кезде, қандай адам болып кетті. Ең сорлы, сондай сормаңдай, сондай бір болады ғой, бір ештеңкеге бір жағымсыз адамға айналып қалдым да, белгілі бір сондай уақыт болды. Сол кезде мен бұны өте жақсы сезіндім да. Түсіндіңіздер ғой, бұл қысқа мерзімді де, мысалы, жазып қойдым. Менің сабағыма қатысу, не қатыспау, мысалы, шешім. Қатысам дедім, қатыстыңыз, қатыспаймын дедіңіз, қатыспадыңыз, шешім. Қысқа мерзімде бизнесті бастаймын, немесе бизнесті бастамаймын деген сияқты әртүрлі шешімдер. И бұған байланысты мен бір нәрсені жазыппын, ашу мен қуаныш. Оны білесіздер, дінде де айтылады барлығы, ол өте маңызды. Мен өзім осыны әлі күнге дейін 100% практиковать етіп сіңіре алған жоқпын. Бірақ сіздерге айтайын, кез келген кезде, шешім қабылдаған кезде, ашуланып тұрған кезде, қуанып тұрған кезде шешім қабылдауым керек. Мен екеуі де менің қателігім негізі да. Көп жағдайда қатты қуанып тұрған кезде мен айтам, бір командама, немесе бір досыма, немесе бір жақсы бауырыма, мен білмеймін, біраз адамға мен машина алып беруге уәде беріп бастағам. Мен өзімнің әйгілі кәсіпкер болатындығыма, үлкен табысты болатындығыма өте қатты сенем, и және де қатты риза болып, бір досыма немесе бір командамдағы адамға риза болған кезде, Аллах қаласа, міне, мен саған бір машина мінгіземін. Уәде беремін да, міне біраз адам біледі. Сондықтан ол менің алдымдағы бір аманат сияқты уәдем да, и мен кез келгенде оның бәрін шетінен орындаймын. Нағашы ағама мінгізгім келеді. Бізде Кифода жүрген кезде еңбек сіңірген бір балалар бар, қиындықта да бірге болып кәдімгідей да, и мен бір машина мінгіземін саған, бауырым. Осы сөзім сөз. Бірақ мен оны мінгіземін. Алла қаласа, алдағы уақытта бірге болсаңыздар, осы әлеуметтік желіде оның бәріне куә боласыздар, Алла бұйыртса. Сондықтан енді мен не істеймін, кейде ойланамын. Мен бұл жақсы, бір жағынан ойлайсың, ертең мысалы сен орындай алмай қалсаң, мысалы елдің бәріне машина атай берсең деген қиын ғой бір жағынан, иә. Екіншіден мынандай нәрсе бар да. Екіншіден ашуланып тұрған кезде шешім қабылдау. Мысалы, жоқ, немесе кәдімгідей қайта кірер есікті қатты серіппе жарқынау деп абай айтпақшы. Ашуланып тұрған кезде мен көптеген серіктестеріммен осы ашудың кесінен ажырасып кеткем. Жаңағындай бір нәрсе жақпай қалама, менің құндылығыма сәйкес келмей қалама, ар жағында бұның болашағы бар, серіктеспіз ау, қаншама нәрсені бірге өттік ау дегенге қарамай, сондай бір енді бір өрлік па, білмеймін, мен осы нәрсені мен қазір осы соңғы жылда үйрендім. Давай, сау бол дей салам. Просто қаншама ол жерге мен өмірімді арнадым, қаншама ақшам салып тастадым. Болды, сенікі бизнес өзіңе қалсын. Сау бол давай деймін. Просто болды. Жоқ болып кете салам да. Бір қылым қисаят деп уайымдамайды екен. Енді артынан былай ойлансам, кейде ойлаймын, не үшін еттім, неге солай істедім, бір ашудың үстіме деген сияқты артынан тағы ойланатын жағдайлар болады. Қалайсыздар, дауысым естіліп жатыр ма? Дауысым естіліп жатса, бір кері байланыс беріп жіберіңізші.
сондай нәрсе болады, өкінішті ашу үстінде. Сіздерде де болған шығар ашу үстінде кәдімгідей. Сондықтан мен өзімнің қағидаларым бар да, біз қағида туралы категорияны айттық сабақта, күндік стандарттар туралы айттық, қағидалар туралы айтқан кезде мен осы жаман қасиетімді, достар, жаңағыдай ашу үстінде қуанышта шешім қабылдау, уәде беріп қою деген сияқты нәрселер, бір қуанып тұрсың, мысалы бизнесіне бір керемет дүние шығардың, и аласында болды, давай мен бұл бизнесті көбейтемін, үлкейтемін, немесе давай мынандай нәрсе бір болды, үлкен шешімдер қабылдап қоямыз да, и содан страдать етіп солай. Сондықтан салмақты болып үйрену керек екен. Оны мен қағидаларыма жазып қойдым. Ешқашан ашуланып тұрсың ба, қуанып тұрсың ба қатты, салтанат ойлан, шешім болма, кемінде 42 сағат ойлан. Үлкен шешім болатын болса, 3 күн ораза ұста, 3 күн оразадан кейін 3 күн ораза ұста, соны Құдайдан тіле, содан кейін шешім қабылдайсың. И бұны мен постоянно күндік стандартым ретінде күнде таңертең өзімнің 100 артықшылығымды, 100 кемшілігімді, қағидаларымды оқып отырамын. Оқи берем. И до сих пор қашан мен оны бір қаным сияқты маған сіңіп кеткенше бәрі оқып отырамын. Артықшылығымды оқысам шабыт береді. Қағидамды оқысам өзім қағидаларым есіме түседі. Сондықтан әрбір әрекетте бір тірлік істеген кезде сол қағидалар өзі келіп тұрады. Бір өлеңді жаттап алсаң, мысалы, сен келіп тұрады ғой. Мына менің бай және кедей адамдардың ойлау жүйесіне байланысты сабақ болған. Былтырлар бір жылдық оқуға жазылған студенттерім біледі. Оны тағы жалғастырамыз. Осы сабақтарды жалғастыра жүргізгенде полный сол студенттеріме қатысты. Сол жерде айттық, не айтайын деп ұмытып қалдым. Сол бай және кедей адамдардың категориясы деген кезде біз не туралы айтып аттық? Бір жақсы нәрсені айтайын дедім да, есімнен шығып кетті. Көп информация келіп тұрды, есімнен шығып қалды. Не айтып аттым? Вопросыға жаздым өз ойымды дейді. Жақсы. Достар, содан кейін былай болсын, всегда мен жақсы нәрсе айтайын, сізге ұнайтын, ұнамайтын нәрсе айтайын, оны фильтріңізден өткізесіз. Постоянно менің бір лекциям, сабақтарым болса, тыңдай беріңіз. Көп тыңдаған сайын, 300 рет тыңдасам, 300 сағат. Примерно мендегі бар дүниелер, Алла қаласа сіздерге өтеді. И керемет пайдасы тигізеді. Сол кезде уже басқа менен де бір көбірек бір нәрсені ізденген, білген адамдардан сабақ алуларыңыз келе бастайды, бұйырса. Жақсы, бір нәрсе ойымда тұрды да, ұмытып қалдым, не айтқап, не қойып атқандымды. Одан кейін екіншісі, жаңағы ұлы армандардан, әйгілі жазушы болу деп, мен мысалы солай армандағам студент кезінде. Әйгілі кәсіпкер болу, Forbes тізіміне ену деген сияқты, ұшқыш болу, әртүрлі сондай армандары бар адамдардың. Енді соған шын мәнінде қалай жетеміз, қалай соған жете алатындығымызға біз сенеміз. Енді сол туралы мен сіздерге қазір айтайын. Түйдек рет-ретімен айтқанды жақсы көремін. Бір нәрсені жүйемен айтқанды жақсы көремін де, сондықтан кішкене пауза болса ренжімеңіздер. Басынан аяғына дейін айта беруге болады, просто жүйелі айтқанды ұнатамын өзім. Енді қараңыздар, мен сабақта айттым да, сабақта мынандай нәрсе бар. Мен кішке орын ауысып кеткен шығар, қазір сіздер іздеп отырмасын дедім. Керемет нәрсе сіздерге қазір айтайын да, қараңыздар. Құранда мынандай нәрсе бар. Аллах тағала бір нәрсені қаласа дейді да, бол десе ол бола қалады. Бұл бір өте, бұны сабақта да айтқан шығармын. И және де жұмақта сен бір нәрсені қаласаң дейді, сен жұмақта бір нәрсені қаласаң бірден бола қалады дейді. Енді қараңыз, Аллахтың 99 есімі туралы мен сіздерге айтып бердім сабақта. Содан кейін Аллахтың өзінің нұры бізге сіңген, Аллах тағала бізге үрледі өзінің рухына, біз тірілдік, жан бітті деген сияқты. Бізде жұмақта адам атаны жаратқанда барлық нәрсенің атын үйретті, адамның былай айтқан кезде барлық нәрсені біледі. Менің айтып жатқан дүниемді негізі білесіздер, мен оны баяғыда айтқам сабақта, осы 20-сынан кейін тағы да тереңірек айтамыз. Енді айтайын дегенім, ал адам шешім қабылдаған кезде, Аллах тағала бір нәрсені бол десе бола қалса, адам шешім қабылдаған кезде сол Аллах тағала бол деген сияқты сенің де арман мақсатың сенің өміріңде болады. Біз енді бірақ Құдай емеспіз. Шешімді шын мәнінде қабылдасаң, сен 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл сенің сенімің оған қарай қаншалықты жүресің, біліміңе, әлеуетіңе байланысты, ол міндетті түрде сенің өміріңнен, ойлашы, міндетті түрде сіздің өміріңізде пайда болады екен да.
мен бала кезінде казгуде оқимын, мен ақын жазушылармен араласам, өзім жазушылар одағында жүрем, филфакты бітірем, жаңа үлкен Әуезов дәріс берген дәрісханада оқимын, Әуезовтың шәкірттеріне шәкірт болам деген армандарым бәрі артығымен орындалды да. казгуды бітіргеннен кейін менде ары қарай арман жоқ. Қайда барамын, мысалы бір далада қалған сияқты сондай бір сезімдер болған кезінде. Яғни айтайын деген, бала кезінде мен қалай қаладым, түсімде көретінмін, ректоратты, казгудың үлкен ғимаратының ішінде жүргенімді, бәрін түсімде көретінмін да. То шешім адам қабылдаған кезде бір байқасаңыздар, адам түсімде көре бастайды. Сондықтан өте ұлы нәрсе, қараңыздар. Аллах бол дейді ма, бола қалады. Ал адам, сол қасиет, сол дарын адамда шешім қабылдаған кезде пайда болады. Мен бұны сабақта өте кеңірек айттым. Оны білесіздер. Енді мынандай нәрсе болады. Бір нәрсені айтқым келіп отыр. Сабақта бұны айтқан жоқпын. Шешімнің, былай айтқан кезде, шешім бар емес пе? Қай кезде шынайы болады, білесіздер ма? Бұл, былай айтқанда, шешімнің ең жақсы болуы тазалықтан. Тазалықтан да сен қаншалықты тазарасың, сол кезде сенде мынандай болады екен да, шешім қабылдау, қазір мен комментарийді ашайын. Сен қаншалықты тазарасың, сен қаншалықты тазарған сайын шешім қабылдауға деген шын мәніндегі дүние пайда болады екен. Мен оған көзім жетті. Ол неден? Сен қаншалықты тазарған сайын ниетіңді, ойыңды, мен айттым ғой, ниетті кеңейтеміз деп. Сен мысалы бір бомбыжға тамақ алып беретін болсаң, ол сенің тамағыңды ішіп жейді, содан кейін ол кешке жақын не істейді? Тағы қарны аша бастайды. Бір күндік не? Ал егер де сен бір оқу орталығына, үлкен медреселердің салынуына көмектесетін болсаң, ол мәңгілік ахиретке дейін үлкен не болады, мысалы да, қайырымдылық болады. Сол сияқты ниет, қайырымдылықты көтеру, осы сияқты сен ойыңды тазартсаң, әрбір командаға алған адамыңның, былай айтқан кезде, көп адам былай ойлайды, мен кәсіпте неде жүргенде былай байқаймын да, командасына келген кезде мына адам мықты жұмыс жасап кетіп, соның арқасында мен ақша табайын, соның арқасында мен компаниям өссін деген сияқты ойлайды. Бірінші кезекте сен жұмысқа алған, сенің командаңа келген адамның өмірін ойлау. Мысалы, сол адамның өмірін ойлау, сол адамға қалай жақсылық тигіземін, сол адамның қалай арманына жеткіземін, сол адамды мақсатына жеткіземін, сөйтіп сен өз арман мақсатыңа жетесің. Осы сияқты жан тәніңізбен тазарған кезде көздеріңізден өз жас аға бастайды. Арманыңызды ойлаған кезде жүрегіңіз елжірейді, ләззат ала бастайсыз. Содан кейін шешім қабылдауға қатты көмектесетін нәрсе, мен тағы қайталап айтайын, ол айтудан танбаймын, бұл құлшылық. Бұл құлшылық, дұға ету құлшылықтың түрі көп қой. Құлшылық ең нәрсе құлшылық. Мысалы, көзіңді жұмып тұрып Алладан тіле, содан кейін салауат айт. Ең маңыздысы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям көбірек салауат айту керек. Көбірек салауат айт, өзің арман мақсатыңды ұмытпа. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның құрметіне, мысалы, бисмиллах деген сөзінің құрметіне деп, мысалы, өзіңнің қалаған нәрсеңді Аллахтан сұрауда. Мысалы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның құрметіне менің осы бір мақсатыма жетуге көмектесші, сол нәрсені істеп келе жатырмын, сол нәрседе дұрыс па, бұрыс па, бұны көрсетіп бер. Осы нәрсені сезінген кезде шын мәнінде Аллах тағала сол нәрсені, сол сенің арманыңды, жетем деген нәрсеңді сен жетем деген нәрсеңді ішіңнен, былай айтқанда, сезіне бастайды екенсің да. Түсіндіңіз ба? Сізде әшейін сөз тышу ауызбен дейді. Рахмет. Қараңыз, көрдіңіз ба? Сонда қараңыз, шын мәнінде қараңыздар, шешім қабылдау тазалықтан, көрдіңіздер ма? Шын мәнінде бұл енді бір сөзбенен түсіндіруге келмейтін бір ішкі шын мәніндегі дүниені айтып жатырмын сіздерге де. Қараңыздар, егер де құлшылықта арман мақсатыңызды үнемі құлшылық жасаған кезде өзіңіздің шешім қабылдаған дүниеңізді ойлаңыз, сұраңыз, міндетті түрде сізге сезесіз. Просто мен сізге айтайын, просто сезесіз. Түсіндіңіздер ғой да, сезе бастайсыз. Одан кейін мынандай нәрсе.
күніне мынау жалпы былай айтқан кезде енді бұны өздеріңіз қолданып та көрген шығарсыздар. Күніне 1000 рет мақсатыңды және арман миссияңды қайталап айтып жүру керек. Мысалы да күнде жүрген кезде мен арманыма жеттім, ұмытпай. Определенно бұл көп уақыт алмайды. Ары кеткенде 21 күн, 1 ай, ары кеткенде 3 ай уақыт алуы мүмкін. Постоянно өзіңіздің қалаған шешіміңізді. Мен осындай бұны психологияда да айтады, бәрінде айтады. Ал егер де біздің сабақтағы сияқты даналық жолына кіріп, осы нәрсені қайталасаңыз, мысалы, ал просто сіз тазалыққа ұмтылмай, тазармай, даналық жол деген біздің сабақтағы айтқанымыздай өзіңіз жан жақты өзіңізді қолға алмай, просто айта бергенде оны елдің көбі айтып жүр оны. Ал егер де сіз тазару жолында жүріп, сонымен былай айтқан кезде даналық жолына кіріп, осының негізінде сіз күніне 1000 рет не істейсіз? Өзіңіздің арман мақсатыңызды қайталап айтасыз. Мен халықаралық тренер боламын, мен әйгілі әнші боламын, мен мықты былай айтқан кезде ұстаз боламын, менің табысым миллион болады деген сияқты өзіңіздің негізгі мақсатыңыз постоянно ішіңізден постоянно айта беріңіз. Жолда келе жатсыз ба, айтыңыз, ойлаңыз, Алладан сұраңыз. 1000 рет өзіңіз қайталайсыз. Постоянно. Бұны мен өзімнің практикамнан болған нәрсені сіздерге айтып жатырмын. Өте маңызды, өте көмектеседі бұл нәрселер. Енді бұл бір ақылға сыймайтын, бір теорияға бағынбайтындай бір сондай дүниелер, бірақ шын мәнінде негізі көмектесетін нәрсе. Өте. Мен өзім практикамнан сіздерге айтып жатырмын. Бұны қаншалықты пайдаланасыздар, бұны пайдаланбайсыздар, өздеріңіз білесіздер. Хорошо? Так, естіліп тұр ғой да, дауысым естілмей қалып жатқан жоқ па? Қалайсыздар? Енді қараңыздар да, шешім қабылдаған кезде мен реально өзімнің өмірім пример, тағы да сіздерге айтайын. Шешім қабылдаған кезде жақсылықпен қатар қиындықты дұрыс қабылдау. Енді ол туралы мен сіздерге сабақта айттым. Қиындықты қалай қабылдаймыз, әрбір нәрседен ләззат аламыз. Қиындық дегеніміз бізді наоборот жетістікке жеткізеді. Әрбір қиындықтың артында жақсылық бар деген дүниелер көп қой айтылатын. Соның негізінде енді мен сабақта көп айттым. Яғни сен жетістікке жету, өзіңнің мақсатыңа жету жолында шын мәнінде келетін қиындықтарды түсіну. Ол үшін былай істейсіздер, достар. Өзің қалам қағаздарыңызды аласыздар. Мен міне осындай болғым келеді, мен осындай директор болғым келеді, осындай табыс тапқым келеді. Енді осыған жету жолында жазасыз. Қараңыздар. Қазір жазбай ақ қойыңыз, қазір мүмкін жазыңыз. Мен осы мақсатыма жету жолында қандай қиындықтар, қандай кедергілер болады? Мысалы, мен маркетинг сабағында управление рисками деген дүниелерді айтамын да. Сондықтан қандай қиындық келеді, қараңыздар да, қандай қиындық и қандай кедергілер болуы мүмкін, соны жазасыз. Командам кетіп қалады, ақшам жетпей қалады, былай айтқанда білімім жетпей қалуы мүмкін, денсаулығым сыр беріп қалуы мүмкін. Өзіңіз ішіңізді тыңдаңыз. И қандай дүние, қандай кедергілер болуы мүмкін, соны ойластырыңыз да, не істейді? Сол нәрселерге жауап бересіз. Уәде Құдайдың сөзі, уәде бере беруге болмайды. Ешқашан бұлай істемеймін деп өзіме берген уәдем бар еді, бірақ Құдай үш айналдырып сол нәрсені. Осылай сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады екен, Айгерім. Уәде Құдайдың сөзі, сондықтан уәде бере беруге болмайды. Менде сондай не болды? Бір сондай қасиет. И сонымен жұмыс жасап келе жатырмын. Істей алатын нәрсені айтуға тырысатын болдым. Қазір мен істей алатын, шын мәнінде қолыма келеді, шын мәнінде көмектесе алатын. Тіпті кейде мен бір адамға білімім, немесе өзімнің ойымдағы нәрсе, оған тигізетін, беретін ақылым, оған шын мәнінде көмектесетін болатын болса, ол кісіге мен ақыл айтамын. Жол көрсетіп беремін, былай. Ал егерде білмей тұрсам, мен білмеймін, істей алмаймын, сізге көмектесе алмаймын деп өзім былай айтқан кезде айтатын әдет қалыптастырып жатырмын. Так, талқылайық, шешім қабылдауға.
Жақсы достар, давайте көп созбай ақ қояйық. Қысқа және тиянақты болса деп жатырмын, өйткені өзім тағы да бұл эфирді сақтасам деген ниет бар. Сұрақтарыңыз болса давайте қойыңыздар. Кім қандай нені практиковать етіп жатыр, не істеп жатыр, не қойып жатыр. Қараңыздар, давайте былай істейік. Араларыңызда егерде сұрақ қоятын адам егерде жоқ болса, немесе давайте бірге видеоға қосайық, сіз талқылап сөйлесек те болады. Араларыңызда кім қаласа солай істеуімізге болады. Хорошо? Содан кейін мынадай нәрсе бар. Мен өзім енді өмірімнен өткен дүниелерді көбірек айтып жүрмін ғой қазір. Егерде мен шешім қабылдап көрдім дейді, машалла. Егерде мынандай нәрсе бар екен да, мысалы сіз өзіңіздің ортаңызда дедім ғой жаңа, сіздің досыңыз, құрбыңыз, сіз күнделікті араласатын өміріңіздің белгілі уақыт өтіп жатқан адам, сізбен бірге шынымен шешім қабылдаған адам болатын болса, өте күшті табысын тигізеді. Мысалы бір компанияда жұмыс істегенде командалық дух, бәрі бірге шын мәнінде сеніп осы компанияны көтереміз, осы компанияны дамытамыз, осы компанияны көтеріп өзіміз көтерілеміз деген сияқты жанған кезде кәдімгідей де өте космический не болады, прогресстер болады да. Ал енді араларыңызда жаңа қайталап айттым, біреулеріңіз үйленген болсаңыздар, тұрмыс құрған жаңағы болатын болсаңыздар, отбасыларыңыз бар адамдар, не істейсіздер? Өзіңіздің әйеліңіз бар, өзіңіздің әйеліңіз, атаңыз, қарындасыңыз бар, бауырыңыз бар деген сияқты барлық осы семьяңыздағы адамдар сіздің қабылдаған шешіміңізге құрметпен қарап, сол кісілерде сізге сенім артқан кезде өте мықты көмектеседі. Маған мынандай жағдай болған. Менің әкем былай айтқан кезде өткен сабақтардың бірінде айттым, Айгерім ханым білу керек, мынандай нәрсе бар. Мынандай нәрсе болды. Мен бизнеске келген кезде әкем айтады, балам, шетелде оқыдың, қаншама білім алдың, енді ана университетте сабақ беріп жүрдің, сода беріп жүре бермейсің бе? Бизнесті деген сонда крышасы бар, жағдайы бар адамдар ғана бизнес жасайды. Сен не қыласың ол бизнесті дейді да, былай айтқан кезде. Сөйтіп маған кәдімгідей ұрсатын, өйткені мен жаңа қиындықта қарызға түсіп қалдым, сондай жағдайлар болып. Содан бір күні әкем не істеді? Маған хабарласып, әкем бүйтеді бір күні. 27 жаста болатын сол кезде, алғашқы жаңағы бизнеске келбеді нетіп кедергілер ұрына бастаған кезім. Әкем звондап айтады да, балам дейді, қараңыз, балам, менің де дейді, сен сияқты сенің жасыңда 27 жасында, именно сенің жасыңда менің өмірімде де бір үлкен қиындықтар болды дейді. Әкем 28 жасында үйленген. Үйленбей тұрған кезінде болған сонда. Енді менікі сияқты емес, басқаша форматтағы былай айтқан кезде қиындық болған да. Енді қараңыз, әкем айтады, сол да сенің өміріңде қайталанып жатыр екен, сондай бір қиындық дейді да, балам. Сол кезде мен туған, туыссыз, дос жарансыз өзім ғана қалып едім, бірақ мен соны жеңіп шықтым, балам. Сенің де қолыңнан келеді, бұл өткінші нәрсе, мойыма, сенің қолыңнан келеді. Әдімде әкем сөйтіп айтқан кезде көзіме жас келді да. Әкем сөйтіп айтқан кезде, әкеміз көп сөйтіп айта бермейді ғой, енді сенем деп, әке деген нәрсе арасында бір сөйлеп қояды, сондай ғой, бір көп айта бермейді. Сөйтіп айтқан, бұл маған өте мықты не берді, жаңағындай шешім қабылдаған кезде, мына шешімді шегелеп тұрып кәдімгідей мен барам, до конца бұл қиындықты жеңем, арманыма, мақсатыма жетем деген шешім қабылдауымды кәдімгідей көтеріп тастады. Нақты кәдімгідей шешімімді шығардым сол кезде. Әкем де мені қолдай бастады. И сол кезден бастап тағы екінші инсайт. Сол кезде мен түсіндім. Білімді қараңыздар. Жетістікке жету үшін, керемет дүние айтайын сіздерге, жетістікке жету үшін, бір нәрседе табысты болу үшін көп жағдайда біз былай ойлаймыз. Көп жағдайда адамдардың ақылына салынған дүниелерге көп не береміз да, арқа сүйейміз. Түсінесіздер ме? Ақылына. Ақылына салынған. Ал негізінде көбінесе адамның ақылына, адамдардың білімнен маңызды нәрселердің артында екен жетістік деген. Мен әкеммен қарым-қатынасты түзеп, содан кейін не істедім? Әкеммен қарым-қатынасты түзеп, содан әкем жаңағы нәрсені айтты ғой, 27 жасында, тоже әкемнің өмірінде сондай жағдай. Сол кезде мен родовой карма деген нәрсені зерттей бастадым. Жаңағы сенің ата-бабаңның кармасы, сенің ұрпағың. Сөйтіп Құралай ханымның
сабағын әйелім қарап жүрген, как раз әйелім көмектесіп жіберді. Не істеді қараңыз, родовой карма деген дүниені көре бастадым да и зерттей бастадым. Сол кезде мен әкемнің өткен өмірінің, әкемнің жасаған қателігі, әкемнің істеген дүниелерін один в один қайталап келе жатыр екен ба. Сөйттім да мен уже өзімнің жолымды не істей бастадым. Сөйтіп мен құлшылыққа келу керек екендігін түсіне бастадым. Сөйтіп былай айтқан кезде мынандай адамның санасына, ақылына көп бағынбайтын, білімнен де маңызды нәрселер дегенді содан шығардым да. Білімнен маңызды нәрсе мышление екендігін. Ана оқи бер, видео жаса, SMM-ді біл, маркетингті біл. Бәрі екінші планда екен да. Бірінші планда не? Бірінші планда білімнен де маңызды нәрселер. Ой, сана, стратегиялық ойлау, мышление ең басты. Кәсіби ойлай білу ең басты. Содан кейін орта, құлшылық, түсініп тұрсыздар ма? Білімнен де маңызды нәрсе. Қиял деген нәрсенің, сенім, шешім қабылдау деген білімнен де маңызды нәрсе. Сенің жаңағы неше түрлі тренингке қатысып, неше түрлі инструменттерді үйреніп жатсың, сайт жасауды үйреніп жатсың, маркетингті, команда құруды үйреніп жатсың. Ал мына білімнен маңызды нәрселер сенде болмаған кезде ол түбі тесік шелекке су құйған сияқты дүние екен да. Сарқырап ағып кете береді. И осындай дүниелер, достар, сіздерге пайдасы болды деп ойлаймын. Эфирді сақтап қоям, көріңіздер. Давайте, кім көріп отыр, пайдасы тиген шығар, саламатсыз ба, қалайсыздар? Осымен аяқтайық, әдеттен озбай, көп созбайық. Эфир сақталған кезде де адамдар көп болса, қазір уақыт жоқ қой, өйткені тыңдайтын адамдар да көп, ақыл айтқыштар да өте көп деген сияқты. Сол, достар, аман болайық, жақсылықта кездесейік. Ертең Алла қаласа, ертең не істейміз? Ертең үшінші тағы да бір категорияны таңдаймыз. Қазір мен сіздерге ол категорияның қандай категория екендігін айтайын, бекітейін. Бізде жалпы жобаменен 50-ге жоқ негізі категорияларды мен ұсынам. Сабақта мен 35 негізгі категорияны ұсындым. 35 даналық жолына түсіретін, шын мәнінде маңызды, білімнен де маңызды нәрселер деген нәрсені. Түсініңіздер ғой да? Ертең сіздерге қандай категорияны ұсынсақ болады? Ертең мынандай категорияны алайық деп айтайын. Так, қалайсыздар? Ертең мен бір жаңа категорияны ұсынайын. Ертең мынандай категорияны ұсынайын сіздерге. Ертең сабақтағы бір категория, ол былай. Краникті ашық ұстау деген. Былай айтқан кезде ауызды, тіліңді, ойыңды былай айтқан кезде ашық ұстау. Бұны мен қорытып сіздерге чатқа жазам. Краникті ашық ұстау деген бір дүние бар. Краникті ашық ұстау дегеніміз, яғни не істеу керек? Ойыңа келген дүниелерді қалай жүзеге асыру керек? Командамен жұмыс жасаған кезде, ортада, отбасында осы нәрсе өте маңызды. Сондықтан ертеңгі айтатынымыз, тақырыбымыз ауызды ашық ұстау деп алайық. Ауызды ашық ұстау. Мен бір образда краникті ашық ұстау деп айтып жүрмін. Сондықтан ертеңгі сабақ интрига өте қызықты болады. Ертеңде 9:30-да қатысыңыздар, хорошо? Кімде сұрақтарыңыз бар, давайте. Сұрақ болса, мен сұраққа жауап берейін. Сұрақ. Хорошо, давайте, сұрақ жоқ болса, онда осымен аяқтайық. Ертең тағы да 9:30-да тікелей эфирде, жолыққанша тікелей эфирді сақтап қоям, хорошо? Менің дауысым мүмкін кешігіп жетіп жатқан шығар.